Қашықтықтан оқыту кезінде ата-аналарға арналған психологтың кеңесі. Құрметті ата-аналар, колледж студенттері оқу жылын қашықтықтан оқытудан бастады. Жасөспірімдер үйде ұзақ уақыт карантинде болуға мәжбүр. Достарын көре алмай, көшеге шыға алмай, оқуда қиындықтарға тап болуда. Сіз сонымен бірге үйде жұмыс жасайсыз. Жалпы қазір бәріне оңай емес. Осындай жағдайда сіз дүрбелең жасамай, бар мүмкіндіктерге назар аударуға тырысу өте маңызды. Карантин кезінде уақытша үйде болған кезде ата-аналар жасөспірімдерге стрессті жеңуге қалай көмектесе алады? Ең алдымен, құрметті ата-аналар, отбасында әдеттегі достық атмосфераны сақтауға тырысыңыз. Отбасының барлық мүшелерінің жеткілікті мінез-құлқы балаларға болып жатқан оқиғаларға сабырлы көзқарас сақтауға көмектеседі. Сабырлы және ұстамды болыңыз. Интернеттен балалардың көзінше жағымсыз жаңалықтарда сезбеуге тырысыңыз. Балаларды физикалық белсенділікке шақырыңыз. Стресс бұл ең алдымен дененің физикалық реакциясы. Сондықтан дене күшін қажет ететін кез келген іс-әрекет балаға онымен тиімді күресуге көмектеседі. Үй жинау, жаттығу, ән айту, би, тағы басқа. Баланы өзіне қызық емес нәрсеге энергия жұмсамауға мәжбүрлемеуге тырысыңыз. Бірақ баламен бірге оның қандай белсенді іс-әрекет жасағысы келетінін анықтауға тырысып көріңіз. Баланың шығармашылық қол еңбегін қолдау және ынталандыру өте маңызды. Сізге мысалы, жасөспірім балалық шаққа құлап, пайдалы еш нәрсе жасамайтындай болып көрінсе де, мұның бәрі оған релаксация болып табылатынын және тыныштық әкелетінін ұмытпағайсыз. Жақындарыңызға қамқор болуға балаларыңызды шақырыңыз. Жағымды міндеттер біреу маған тәуелді, менсіз жеңе алмаймын, маған біреу керек деген сезімдер мүмкін стрессті жеңуге арналған қосымша ресурс. Отбасылық дәстүрлер балаларды дәл қазірден бастап өзгерте алады. Сондықтан жас ұрпақ олар туралы біледі, қуанышпен қатысады және отбасылық дәстүрлерді қызықсыз және пайдасыз ойын-сауық ретінде қабылдамайды. Құрметті ата-аналар, дәл қазір баланың күн режимін сақтауға тырысу өте маңызды болып табылады. Балаңызға сізбен сөйлесуден, күнделікті рахаттану, қуаныш, қанағат алу мүмкіндігін жиі беріңіз. Егер үйде бірнеше адам болса, онда әркімнің автономды өмір сүруіне уақыты болуы маңызды. Әркім өз ісімен айналысуы тиіс. Бөлек болу бірдей маңызды, бірге болудан гөрі шеберлік. Автономия мен жағымды уақыттың дұрыс тепе-теңдігі сіздің отбасыңызда тұрақтылық пен жақсылықты сақтаудың маңызды факторы болып табылады. Өзіңізге және балаға әдеттегі күнделікті режимді орнатыңыз. Күнделікті режимнің кенеттен өзгеруі бейімделу қабілетінің өзгеруіне және стресске әкелуі мүмкін. Алдағы күнді жоспарлаңыз. Әр күннің соңында балаңызбен бір күндік оқу үлгерімін талқылаңыз. Ертеңге жоспар құрыңыз. Даулы жағдайларда бірге шешім табыңыз. Мадақтау, қолдау және құшақтау тәсілдерін жиі қолданыңыз. Жұмыс орнын ұйымдастыру өте маңызды. Сізге қажет нәрсенің бәрі сіздің қолыңызда болуы керек, ал барлық гаджеттер басқа бөлмеде қалуы тиіс. Бала сыртқы тітіркендіргіштерге алаңдамай, шоғырланумен жұмыс істей білуі керек. Баланың жұмыс орнына үй шаруашылықтары мен үй жануарларының кіруін шектеңіз. Құрметті ата-аналар, сіз қашықтықтағы сабақтың тартымдылығын балаңызбен бірге игеруге тырысу арқылы арттыра аласыз. Мысалы, сіз сабақтың тақырыбын талқылай білсеңіз, содан кейін сабақты қызықты, танымдық ойын сабағына айналдыруға мүмкіндік бар. Бұл баланың ынтасын арттырады және сіз, құрметті ата-ана, балаларыңызды жақсырақ біліп, түсінуге мүмкіндік аласыздар. Істеріңізге сәттілік. Құрметпен педагог-психолог Садуақасова Жанар Саятовна.